Украина жерлері мина алаңына айналды. Соғыс басталғалы мамандар 500 мыңдай жарылғыш затты тапқан. Ресей күштері қойып кеткен миналарға түсіп, бейбіт тұрғындар да мерт болуда. Киев бұған қандай шара қолданбақ? Батыс елдері қандай ұсыныс айтты? Жансая Қапасқызының материалында. 10 ай ішінде Украинада жарты миллиондай жарылғыш зат залалсыздандырылған. Бұл туралы ел президенті Владимир Зеленский мәлімдеді. Оның айтуынша Ресей күштері тұрғын үйлерге дейін миналарды әдейі қойып кетіп, лаңкестік жасауда. Болжам бойынша бұл миналарды тазарту үшін бірнеше жыл кетуі мүмкін. За час від 24 лютого Ақпанның 24-нен бері төтенше жағдайлар қызметі 300 мыңнан астам, ұлттық полиция мамандары 180 мыңнан астам жарылғыш затты тапты. Оларды залалсыздандыру серіктестерімізбен талқылайтын маңызды мәселелердің бірі. Басқа проблемалармен қатар біз Ресейдің мина террорынан құтылу жолдарын тезірек табуымыз керек. Ал үлкен жетілік елдері Ресей президентін жауапқа тартып, соғыс ашқаны үшін мемлекеттен өтемақы өндіріп алуға бекініп отыр. Бірақ оның нақты қалай жүзеге асатыны белгісіз. Әзірге жетілік елдері Украинаны қолдауды жалғастыра бермек. Еуропалық одақта Ресейге қарсы жаңа санкцияларды әлі мақұлдамады. Жоба осы аптада қабылданады деп күтілуде. Дегенмен санкцияларға Ресейге дрондар жеткізген үшін Иран дәлігетіні анық. In responding to the delivery of Iranian drones to Russia, Ресейге жеткізілген ирандық дрондарға қатысты санкция тізіміне 8 заңды және жеке тұлға енді. Иран бұл аппараттар Ресейге соғыс басталмай тұрып жеткізілген дейді. Бірақ бұл санкциялар Иран үшін қатаң ескерту болады. Мұндай санкция 2019 жылдан бері алғаш рет қолданылып отыр. Бүгін Беларусь күтпеген жерден қарулы күштерінің жауынгерлік әзірлігін тексере бастады. Бұл туралы республиканың қорғаныс министрлігі хабарлады. Бұйрықты мемлекет басшысы берген, дегенмен Беларусь жауынгерлері дайындықтан өтетін жерлер Украина шекарасына жақын емес. Ел президенті Александр Лукашенко Беларусь Украинадағы соғысқа қатыспайды деп айтып келеді. Алайда соғысқа тікелей қатыспаса да Минск Ресей күштеріне қолдау көрсетіп, әуе кеңістігін пайдалануға рұқсат беріп отыр. Жансая Қапасқызы, Бейбіт Ембаев, Айбат жаңалықтар қызметі. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.